бұдан 20 шақты жыл бұрын Эмиратта болдым, Біріккен Араб Эмираттарында. Ең бірінші рет бардым. Сонан кейін жаңағы таксиге отырып келе жатырмыз. Ең бірінші рет кездескенім жаңағы адамдардың осындай қалай мейірімділігі дегеннен шығады. Жаңағы бір машина алдымызға келіп, жаңағы қолын шығарып, төбесіне былай ұрды. Төбесіне ұрды, қолымен былай. Үрелді оң қолды, төбесіне ұрды. Осы біздің шөпір ананы көрген уақытта тормоз берді тұрып қалды. Неге екен? Сосын сұрадым, кішкене өтіп жүріп кеткеннен кейін сұрадым. Сіз тоқтап қалдыңыз. Ана кісі төбесін сабалап қоятыр, ол не істеп қоятыр деді. Сіз неге тұрып қалдыңыз, неге оны жібердіңіз? Бізде жібермек түгіл, қазіргі таңда біреу алды келіп түсіп, боқтап түсіп алып төбелеседі ғой. Көрсетіп жатыр ғой. Ана кісі айтты, бұл деді, анау жаңағы сұраған кісінің бір қатты шаруасы болып шығып, ол соған асығып, менен кешірім сұрап, мені өткізші деп маған өтініш жасап қоятыр деді. Төбесін соғып атқан сол деді. Сондықтан мен оны көрдім, ертең оның орнында мен де солай боламын. Сонда айттым, сонда ол кісілер мысалы барлық жерде солай, жоқ, олай болмайды деді. Барлық жерде олай жасамайды деді. Ол тек қана қатты қажет ол жерде ғана жасайды. Бұндай нәрсе сирек кездеседі деді. Бірақ болады деді. Сондықтан біз олардың бәрін жібереміз деді.